Сәлем достар. Америка және Қытайдың арасындағы сауда соғыстары соңғы уақыттары көп айтылатын тақырыптардың біріне айналды. Америка және Қытай бұрындары ашық соғыспаған болса да, екі ел арасындағы соңғы уақыттағы әртүрлі келеңсіз жағдай және ақш-тың Қытайды коронавируске кінәлі деп атауын негізге алып, егер екі мемлекеттің арасында алда-жалда соғыс шығатын болса, екі елдің қарулы күштерін салыстыра отырып, қайсы елдің пайдасына шешілетінін талқылайтын боламыз. Бірінші болып екі елдің қорғаныс саласына бөлетін қаржысына қарасақ, ақш елінің басым екенін байқай аламыз. Қытайдың жылдық қорғаныс бюджеті 174 миллиард долларды құраса, Америкада 664 миллиард доллар болып отыр. Ал адам күшіне қарасақ, Қытайдың басым екені анық. Олар 2.235.000 белсенді әскерге ие, ал ақш-та бұл сан 1.400.000-ға ғана тең. Екі ел арасында алыс болса да, құрлық әскерін айтатын болсақ, ақш құрлық техникасын Қытай әскерінен 10 есе көп. Ал Америкада әуе күшін алып көрер болсақ, Қытайдан әлде қайда мықты әрі заманауи әуе ұшақтарына ие. ақш-та қазіргі уақытта жалпы саны 13.444 ұшақ бар болса, Қытайда небәрі 2.942 ұшақ қана бар. Қазіргі уақытта Қытай осы бір осал тұсы болған әуе күштерін дамытуға барынша күш салып, жиі оқу жаттығу өткізіп, заманға сай ұшақ түрлерін құрастыруға күш салуда. Егер екі ел соғыса қалған жағдайда соғыс болатын негізгі орын Тынық мұхиты боларын ескерер болсақ, екі елдің теңіз күшін айта кетуіміз жөн болар. ақш-та қазіргі таңда соғыс кемесі 415 болса, бұл сан Қытай елімен шамалас. Яғни Қытайда дәл осындай 352 соғыс кемесі бар. Екі елде атом қаруын қолдану мүмкіндігі өте төмен, себебі екі елде бір-бірін жер бетінен жойып жіберу қаупі жоғары. Дегенмен бұлардың әскери қуатын қарай отырып, атом қаруы санын айтар болсақ, ақш-та атом бомбасының жалпы саны 5100 дана болса, Қытайда бар болғаны 260 қана. Бірақ бұл сан Америка Ресей арасындағы атом бомбасын азайту мақсатында келісімшарт нәтижесінде жыл сайын өзгеріп отырады. Ядролық қару зымыран қолдану екі ел үшін де өте маңызды. Екі елде әуеден және су асты арқылы жібере алатын торпедо сынды зымырандарға ие. Әйткенмен екі елдің де бас ауруы егер зымыранмен шабуыл болған жағдайда қорғану болып тұр. Сол себепті екі елде осы тұрғыда қызу жұмыс жасауда. Егер соғыс болған жағдайда қолдау көрсететін елдер болу өте маңызды. Бұл тұрғыда ақш көш басында деп айтуымызға болады. Мәселен, Қытайдың көршілес елдері болған Солтүстік Корея, Жапония, Тайвань сынды елдер ақшқа қолдау көрсетуге әзір мемлекеттер қатарында. Егер солай болған жағдайда Қытайдың ақшқа бәсекелес болуы екі талай болады. Қытай 1979 жылдан бері ешбір белсенді соғысқа араласпаған болса, Америка соңғы 10 жылда әлемдегі әртүрлі соғыстарға белсенді болып, сол арқылы өздерінің осал тұстарын толықтыруда. Соғыс жағдайында әскери қозғалысты бақылау өте маңызды. Болу себепті Қытай аспанға көптеген бақылаушы құрылғылар ұшыруда. Бұл тұрғыда Қытай ақштан әлде қайда басымырақ болмақ. Тіпті соңғы уақытта Қытайдың Американың әскери құпия ақпараттарын ұрлауға әрекет етті деген сыбыстар да бар. Сіздердің ойларыңызша, егер екі ел соғыса қалса, қай ел жеңіске жетуі мүмкін? Егер де осы бағыттағы видеолар арнамызға көптеп шығуды қаласаңыз, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз үшін оттаймыз.